Ассалаумағалейкум зиялы қауым, хал жағдайларыңыз қалай? Кезекті видеоға қош келдіңіздер. Сіздерде трендермен айналысу не үшін тиімді деген сұрақ туындаса, бүгінгі видеода жауап аласыздар. Араларыңызда кәсіпкер, инвестор, жаңа кәсіп бастағысы келетіндер, қосымша табыс тапқысы келетіндер, студенттер, жалпы табыс тапқысы келетіндер адамдардың тізімі өте көп. Бүгін трендермен айналысу тиімділігін айтамын. Біріншіден, экономикада біздің мемлекеттің 70% ақшасы осы мемлекеттік тендерлерге бөлініп жатыр. Екіншіден, егер де сіз дәстүрлі бизнеспен айналысып, ақшаңызды тауарға салып, одан клиентке сатсаңыз, ол ақшаңызды ала алмаудың қаупі болады. Сені лақтырып кету, лақтырмаса да ақшаны төлемеу қаупі бар. Ал мемлекет ақша төлейді. Сәл кешіксе де заңды құжаттармен дұрыс істесең, саған ақшаңды төлеп береді. Төлемеймін десе де мемлекеттік тарапынан заказчиктерге айыппұл салынады. Тағы да трендермен айналысудың бір тиімділігі қауіпсіз бизнес саласы. Мысал ретінде 2020 жылдың ортасында басталған карантин уақытында байқасаңыздар, бизнестің көбісі тоқталып, жұмыс онлайн түрде өтіліп, бизнестер жабыла бастады. Ал бірақ кім тоқтамады? Мемлекет тоқтамады. Мемлекет осындай форс-мажор кезінде жұмысын жалғастыра берді. Керісінше, карантин кезінде мемлекет тарапынан көп ақша бөлінді. Және де сен инвестор ретінде трендер бизнесінен басқа бизнеске ақша салсаң, инфляция кезінде ақша минусқа кету қаупі бар. Немесе, мысалы, 2022 жылдың басында болған елімізде көтеріліс кезінде халық бір-бірін тонап, партнерлар минусқа кетіп жатты. Ал осындай қиын жағдайда ақша кімде бар? Мемлекетте бар. Және де дәстүрлі бизнесте нарықта белгіленген бағадан жоғары баға қоя алмайсың. Ал трендер бизнесінде 2 есе, 3 есе нарықтан жоғары бағамен сату мүмкіндігі бар. Сен трендерге инвестиция салсаң, пайданды алып, ақшанды жоғалту қаупі болмайды. Сол себепті қорқып жүрген трендершілерге, кәсіпкерлерге, жаңа бизнес бастауға, инвесторларға еш қауіпсіз ақшасын салып, пайда табу мүмкіндігі бар. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліңіздер, видеомен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше.